Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері мен Жомарт Мұратұлы физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Сонымен қатар олимпиадалық есептердің барлық деңгейлі аудандық, облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейдегі олимпиадалық есептердің шешімін көрсетемін. Бүгін мынадай осы 2025-2026 ағымдағы оқу жылында аудандық олимпиадада келген 10 сынып аудандық олимпиадада 10 сыныптың екінші есебін сіздерге талдап көрсеткім келді. Бұл есеп мына теңдеуді а квадрат тең б жақша б плюс 5 жақша жабылған минус 2 осы теңдеуді натурал сандар жиынында шешу керек. Бір қарасақ бұл қорқынышты есеп, бірақ енді ондай қатты қиын есеп деп айта алмаймын. Бірақ енді сондықтан да соны десек те логикалық ойлауды талап етеді бұл есеп. Бұл есепті қалай дұрыс шығаруға болады. Ең ескеретін факт мына нақты сан емес. Нақты сан болса шексіз көп шешім болып кетеді. Қызық болмай қалғанда олимпиадалық есеп болмайды. Онда не екеуі де натурал сан болады. Соны пайдалануымыз керек сол фактты. Енді қалай табамыз? Мына жақшаны ашып алайық. Қан неге мәндесін? А квадрат тең b квадрат плюс 5b минус 2. Міне осыған мәндесін. Бұл натурал сан. Енді жерде оң жағын қарастырайықшы. Біз қарайық. Мына сан b квадраттан үлкен мына сан, дұрыс па? Неге үлкен? b квадраттан үлкен. Ал b квадраттан қатаң түрде үлкен мына сан. Сол оң жағында тұрған. Неге? Өйткені 5b минус 2 натурал сан болса 3. Бірден артық не дең, бұдан үшін 5-тен артық 3-тен артық не дең, ол 0-ден үлкен бізде, дұрыс па? Қатаң түрден үлкен үлкен қосылғышы, значит b квадраттан үлкен. Енді біз бұны оң жағында тұрған санды басқа санмен салыстырайықшы бұны. Мысалы, толық квадратпен салыстырайық. Бір мысал айтайық. 5 минус 2 коэффициент 4-тен үлкен, сонда b плюс 2-ні квадраттағанда b квадрат плюс 4, b плюс 4, оны түсіндіріп қажет жоқ қой қысқаша. Значит, одан үлкен болады. b плюс 3-тің квадратымен салыстырайықшы бір санның. b натурал сан болса, оған қандай натурал санды қоссақ та натурал сан болады. Енді анан b плюс 3-тің квадратымен салыстырайық. Оң жағында тұрған санды b плюс 3-тің квадратымен салыстырайық. Ал неге тең? b плюс 3-тің квадраты b квадрат плюс 6b плюс 9. b натурал сан болса b плюс 3-тің натурал сан. Наменнан салыстырайық. Енді оны не істейміз? Наменнан айырмасын қарастырайық сонда. b плюс 3-тің квадраты мен мына оң жағында тұрған b квадрат плюс 5b минус 2-нің оннан орнына қоямыз. b квадрат плюс 6b плюс 9 минус b квадрат плюс 5b минус 2. Түлендірсек не болады? b плюс тең b 9 минус 2 плюс 2 ол 11. Ол оң сан, дұрыс па? Енді айырмасы оң сан болса, онда қайсысы үлкен дегенсіз? Азайғыш үлкен, азайтқыштан, дұрыс па? Значит, мына сан неден кіші екен? b плюс 3-тің квадратынан кіші екен. Қандай қорытынды шығарамыз? Оң жағында тұрған сан b плюс 3-тің квадраттан кіші екен, қатаң түрде кіші. Енді қарайық. Біз b квадраттан үлкен екен дәлелдедік, b плюс 3-тің квадраттан кіші екен дәлелдедік. Енді сан немененің аралығында жатыр? Қандай қорытынды жасаймыз сонда бізде? Мына сан бізде оң жағында тұрған сан немененің аралығында жатыр бізде? Ол b квадраттан үлкен, b квадрат плюс 5 минус 2. Бірақ қандай натурал санның квадратынан кіші? b плюс 3-тің квадратынан кіші. Енді қарайық, сонда мынадан а квадратқа тең ғой. Значит, аның орнына а квадрат жаза берсек болады екен. Натурал сандар шешім болсын деп ойлайық. Сонда қандай шартты қанағаттандыру керек? Значит, b квадрат аның орнына а квадратты қоймыз. А квадрат ол кіші b плюс 3-тің квадраты. Мына теңсіздікті квадраттарды алып тастап тура жазыламыз, өйткені натурал сандар теріс бола алмайды ешқашан. Что значит, тура жазыламыз. Квадраттарсыз b бұдан үлкен болу керек, b плюс 3-тен қатаң кіші болу керек. Енді b натурал сан болса, бұдан кейін b және қандай натурал сан бар? b плюс 1, b плюс 2 сосын b плюс 3. Ол бұдан үлкен, b плюс 3-тен кіші. Значит, екі натурал сан бар бұнда. 4 тізбектес саннан біреуінен ең жеткісінен үлкен, екінші жеткісінен кіші. Сонда қандай сандар болады? b плюс 1 болады, немесе b плюс 2 болып болады. Өйткені ол бұдан қатаң түрде кіші. Ол не? И b плюс 3-тен қатаң түрде, бұдан қатаң түрде үлкен, b плюс 3-тен қатаң түрден кіші. Ендеше ол b плюс 1-ден артық нетен ғана болады, и b плюс 2-ден кішінетен ғана болады. Сонда екі ақман болады мында. Бұдан үлкен, и b плюс 3-тен кішкентай. 3 тізбек, яғни 4 тізбектес натурал сан бар, b плюс 1, b плюс 2, b плюс 3. Онда енді b плюс 3-ке тең боламайды, қатаң түрде кіші болса, и b-ға да тең болады. Онда екеуінде қандай жағдай ғана бар? Екі жағдай бар. Не? b плюс 1-ге тең, b плюс 2-ге тең. Осы жең, яғни а мен b натурал сандар осы теңдеудің шешуі болса, онда не, екі жағдай болады екен. Қандай жағдай? Бізде бірінші жағдай не? b плюс 1-ге тең. Осы жағдайды қарастырайық. Онда қандай болады? Жаңағы теңдеуіміз b плюс 1-тің квадраты тең b квадрат плюс 5b минус 2. Онда мына жерде қалай болады? b квадрат плюс 2b плюс 1 тең
б квадрат плюс 5б минус 2. Мынандай жаққа келсек қандай теңдеу болады бізде? 3б минус 3 тең 0. Сонда қандай болады? б тең 1 элементарный нәрсе. б 1-ге тең екен мына жағдайда, дұрыс па? Келісесіздер? Онда а неге тең болады? а 2-ге тең болады. Бірінші шешімі қандай? Бірінші шешімін таптық біз. А тең 2, б тең 1. Натурал сандар жиынынан а теңдеудің бірінші шешімі а тең 2, б тең 1. Екінші жағдай қалай болуы мүмкін? б плюс 3-тен қатаң түрде кіші ол. Екінші жағдай а тең б плюс 2. Дұрыс қой. б-ға тең бола алмайды, б плюс 1-ға тең болуы мүмкін дейді, б плюс 2. б плюс 3-ке тең бола алмайды, қатаң түрде кішкентай. Өйткені екі сан айырмасы 3-ке тең 2 натурал санның арасында жатса не? Оны бірінші ең жеткеннен 1-ге үлкен болады, не 2-ге үлкен болады. Оны түсінесіздер деп ойлаймын енді. б мен б плюс 3-дің арасында жатса 2, өйткені екеуінің айырмасы 3-ке тең, не б плюс 1 болады, не б плюс 2. б плюс 2-ден артық болса онда б плюс 3-ке тең болу керек, не одан артық болады. Ол мүмкін емес, дұрыс па? Мына жерде дәл солай. Ана а тең б плюс 2 орнына қоямыз. б плюс 2-ның квадраты тең б квадрат плюс б 5б минус 2. Онда бұдан шығады б квадрат плюс 4б плюс 4 тең б квадрат плюс 5б минус 2. Адан б квадраттан үлкен бұдан қандай теңдеу шығады? б минус 6 тең 0, б тең 6. Ал а неге тең 2-ге қосамыз? б плюс 2 а тең 8. А теңдеудің екі шешімі болады екен. а тең 2, б тең 1, және а тең 8, б тең 6. Сонда жауабы пар түрінде жазайық, теңдеулер жүйесін шешкенде пар түрінде жазасыздар ғой, x-ге кіріп деп. Алдымен а-ны, сосын б-ны, сол сияқты аналогиямен. Жауабы қандай болады сонда? Бірінші шешімі натурал сандар жиынында а тең 2, б тең 1. Сосын одан кейінгі шешім қандай? а тең 8, б тең 6. Осы екі-ақ сандар, натурал сандар жиынында екі-ақ шешім бар. мына 2 бар, мына 2 бар. Есебіміз шықты. Видеоны осылай қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.